Сәрсенбі күні үкімет мәлімдегендей, Қытай экономикасының өсімі сәуір-маусым 90-да өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,3%-ға дейін күрт баяулады. Бұл соңғы 3 жылдан астам уақыттағы ең төменгі көрсеткіш. Ресми мәліметтер болжамдардан төмен болды және жасанды интеллект бумы мен қытайлық электромобильдерге деген сұраныс есебінен экспорттың күрт өсуіне қарамастан, алдыңғы 90-дағы 5%-ық өсім қарқынына жете алмады. 谢谢主持人，各位，就今年上半年，就是说这个以高端制造、数字经济、现代服务为代表的这样一些新动能，对上半年经济增长的贡献率超过了40%。这还不算传统行业这个改造升级，这不算啊。这我们讲就这些行业增长40%，所以说啊，这个经济向新向优的这种特点呢、非常鲜明啊，而且总的发展的趋势是在加快。 Ирандағы соғыс салдарынан туындаған жалпы экономикалық баяулауға қарамастан, тұтынушылық шығындар тұрақты болып қалды, ал өнеркәсіптік өндіріс күткеннен асып түсті. Кейбір экономистердің пікірінше, Қытай экономикасының баяулауы оның теңгерімсіздігінің артуымен байланысты. Мемлекеттік және жеке инвестициялар, жасанды интеллект пен компьютерлік чиптер сияқты технологияларға жаппай құйылып жатқанда, өндіріс пен жұмыс орындарын ашатын қызмет көрсету салалары құлдырап барады. Бұл жасанды интеллект пен робототехника бизнесі ұзақ мерзімді перспективада өсімді сақтап қалу үшін жеткілікті жұмыс орындарын құра ала ма деген алаңдаушылық туғызады.